Қайырлы күн әріптестер, қадірменді кітап сүйер қауым. 2021 жылы Қазақстандағы балалар мен жас өспірімдердің кітап оқу қолдау жылы деп жарияланды. Сіздерді үлгілі балалар кітапханасына келіп түскен кітаптармен таныстырайық. Албырай Алтынсарин «Әке мен бала». Бұл кітап еңбекқорлыққа, адамгершілікке, жұмыс істеуге талпынуға баулиды. Бұл кітапты сіздер QR-код арқылы аудио кітапша ретінде тыңдай аласыздар. Нұрдәулет Ақыш «Тау ішіндегі қызмет». Танымал жазушының бұл жинағында жас оқырмандарға арналған шытырман оқиғаларға еніп отыр. Оразбай Байбақұлы «Бәсіре». Баланың бал қылығы, талап-талғамы, талапқырлығы, еңбекқорлығы туралы айтылған. Герт Бельгер «Волк, Чапа и другие». Әртүрлі уақытта жазылған. Беймаза адам, болмыссыз адам, жануарлар мен балалар туралы жинақталған. Шәкен Күмісбайұлы «Бабандай болғым келеді». Бұл мақсаты жас өскіннің отанын сүюге деген, бала психологиясын дамыту, тәрбиелеу, жақсылыққа, амандыққа баулу. Әділдәбек Салықбай «Айдана мен Ақжолтай». Бұл кітап өздерін сияқты балдырғандарға арналған. Ішіндегі кейіпкерлер сіздерді сұлулық пен ізгілікке, табандылық пен қайсарлыққа жетелейді. Бейбіт Сарыбай Ақтабан. Бұл кітап адам ойына ой қосып, теңізде тебірентіп толғандыра біледі. Адырбек Сүпібеков «Көңілді біздің күніміз». Өз отанын сүюге деген, туған жерге, табиғатқа деген өлең жыр жинақтарымен жинақталған. Көмек Ыбырайұлы Шуақ. Бұл өлең өздерін сияқты балаларға арналған өлеңдер, жұмбақтар, аңыз, әңгімелер жинақталған. Бұл кітаптарды сіздер біздің үлгілі балалар кітапханасына келіп оқи аласыздар. Біз сіздерді құшақ жая қарсы аламыз.